Қыздар, қазір имбирный заправка жасайтын боламыз. Бұл жерде фишкасы осы кикаман деген соуста. Кикаман соусы дәмнің бәрін беретін. Бұл осылай түрі сатылады, немесе разливте сатылады. Енді бұл үшін бізге свежий имбир керек. Свежий имбир теркадан өткізіп алдым, қабағын ашып. Мұнда бізде кикаман соус. Мұнда бізде растительное масло, қызыл винный уксус, чеснок. Және мұнда шекер қосамыз. Енді осының барлығын жақсылап блендермен езіп аламыз. Мұны бізде имбирный заправкамыздың дайын түрі блендермен ездім. Осындай массада болу керек. Барлығы жақсылап езілген. Телятина имбирный соустағы телятина салатымызға бізге піскен картошка. Мұнда бізге құзғырық керек болады. Құзғырықты басын кесіп, қабығын ашып тастаймыз. Сиырдың жұмсақ жері, вырезка. Осы ет керек болады. Минутка тез піседі. Етімізді жұқалап турап, қазір қызып тұрған майға қоратын боламыз. Вырезкамыз мұны. Қызғырығымызды салып береміз. Және картошкамызды салып береміз. Бізде етіміз дайын болды. Мына имбирный соусымыздан қосып жібереміз 2-3 қасық. Қазір енді салатымызды жинайтын боламыз. Мұнда бізде еттеріміз, вырезкаларымыз пісті. Енді салатымызды жинаймыз. Етті осылай қойып шығамыз. Рыбымызды қоямыз. Микс салатымызды үстіне қойып шығамыз. Қоймас бұрын заправить етіп жібереміз. Мына заправкамыз имбирный. Дәміне қарай, татымына қарай. Түсін ашу үшін черри помидор. Клубника болса, клубника қойып жесеңіздер болады.